Қазақ атауы қайдан шықты? Ол не мағына білдіреді? Бұл соңғы уақытта тарихшылар мен әуесқой тарихшылар арасында үлкен талас туындатқан сауалдар. Бағзы түркіде ең құрғанда түркі тілдестердің қыпшақ тобына жататын халықтардың қолданысында бұл сөз болмады дегенге көңіл сенбейді. Бірақ қазақ сөзінің этимологиясына қатысты мәліметтер жоқтың қасы. Осыдан барып көптеген тұспалды пікірлер айтылады. Мысалы, қазақ аққаз сөзінен шыққан, яғни аққудай киелі халық деушілер бар. Жүрекке жылы тиетін, тартымды болжам, бірақ оны растайтын мәліметтер жоқ. Тағы бір тұспал қазақ пен қазақ сөзінің ұқсастығына орай. Қазақ сөзі еркін, азат, жауынгер деген түсінік беретін көрінеді. Қазақ хандығының құрамына кірген тайпалардың жауынгер жасақшылары қазақ деп аталғанмыз. Бірақ кейде осы болжам шындыққа жанасатындай көрінеді. Себебі вольное казачество, еркін казактық деген тіркес орыс жылнамашыларының жазбаларында жиі кездеседі. Еш әміршіге бағынбай, еркін өмір сүруді таңдаған адамдардың әрекеті осылай сипатталған. Әбілқайыр ханнан іргесін аулақ салып, аттың жалы түйенің қомында күн кешкен тайпалар одағының қазақ атануы мүмкін бе? Мүмкін. Ал славян тіліндегі қазақтың қазақ тіліндегі қазаққа не қатысы бар десек, орыс тілінің көп бөлігі түркі сөздерінен тұратынын қаперге алған жөн болар. Үш 70 яшымға адырылдым. Егі қотын ерімке адырылдым. Теңірі елімке, қазғақым оғлым, неуіз оғлым, алтыбың юнттым, бөкмедім. Аудармаса, 63 жасымда айырылдым. Егі қотын жерімнен айырылдым. Тәңірі еліме ол жалаушы ұлым, неткен шебер ұлым, 6000 жылқым, бөгіп тойынбадым. Енесей бойындағы көне балбалдағы осы жазуда қазғақ оғлым деген сөз бар. Ол жалаушы, олжа салушы ұлым деп аударылған. Бұл тұспалды Өтебойдақ Тілеуқабылұлының шипагерлік баян кітабынан да жолықтыруға болады. Өтебойдақ қазақтың ежелгі шежіресін қозғай келе қазғақ күнби болған дейді. Қазақ төр иесі аға атанып, орнаулы тағына отырды. Халық бақытқа кенеліп, шаттық мерейінде қуана биге басты. Сан-санақсыз жиналған адам қазақ елі аталып, қазақ атануы содан басталды. Өтебойдақ Тілеуқабылұлы, шипагерлік баян. Қазақ атауы 15 ғасырға дейін тарихта мүлдем кездеспеді дегенге күмән көп. Тіпті біз бұрын алаш атанғанбыз, одан кейін қырғыз қайсақ болдық деушілер де бар. Бірақ Казахия елі деген сөз сонау 10 ғасырда Византияны билеген Константин Багрянародныйдың мәліметтерінде кезігетінін жат жұрттық зерттеушілер Карамзин мен Вамберилер жазған. Император солтүстік Кавказдағы Қасақия деген ел барын айтыпты. Энциклопедияда араб тарихшысы Абул Хасан Али Әл-Масудидің «Өсиет және қайта қарау» кітабы деген шығармасында Кубань өзені маңындағы Кавказ халықтары мен тайпаларының атаулары арасында Кашак этно қауымы Әл-Касакия жазылған деген дерек бар. Мұндай деректер Қара теңіз жағасындағы Касак деген қалаға қатысты да бар. Тарихшылар бұрынырақта Касок деген бір халық болғанау деп тұспалдайды. Бірақ Касоктардың қазіргі қазақтар екені әзірге дәлелденбеген. Қазақ сөзінің ортасындағы з әрпінің орнына с әрпі қолданылуы бізді қасақ, хассақ дегенге итермелейді. Хас шебер, хас сұлу деген секілді хассақ, таза, шынайы сақ, ежелгі әлеуетті сақтардың шаңырақ иесі. Аққаз, еркін, азат, олжа салушы, түркінің түбі саналатын сақтардың шаңырағына ие болған халық.